Құрметті пайдаланушылар, қоғамды құрайтын да құртатын да біздер адамдар. Демек, оның жақсы болуы да, жаман болуы да өзімізге байланысты. Осы мақсатта тынбай еңбек етіп, қаламызды мәртебесін көтеріп жүрген абыройлы азаматтардың бірі бүгінгі кездесуіміздің кейіпкері. Таныс болыңыздар. Тілеуғабылов Жаңбыршы Тұқатұлы 1953 жылы Торғай өңірінде дүниеге келген, өскен өнген елі Наурызым жұрты Сулы ауылы. 1974 жылы Қостанай ауыл шаруашылық техникумын бітіріп, еңбек жолын Наурызым совхозының Қарамайшы бөлімшесінде ветеринариялық техник болып бастаған. 1980-98 жылдар аралығында Сұлукөл, Овцевод, Баймағамбет совхоздарында бас мал дәрігері қызметін атқарып, 1998 жылдан бастап аудан әкімі, орман шаруашылығының директоры, коммуналдық шаруашылық директоры лауазымдарында жұмыс істеген. 2006 жылы тағдырдың қалауымен Рудный қаласына ветеринариялық инспектор болып келіп, бір жыл өте Рудный қалалық әкімдігінде ауыл шаруашылық басқармасының басшысы болып тағайындалды. 2012 жылы Наурызым ауданы ауыл шаруашылық басшысы және де Қостанай облысының Атамекен Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасының Наурызым ауданындағы филиалының директоры қызметінде атқарды. 2016 жылы зейнеткерлікке шығып, қоғамдық жұмыстарға белсене араласа бастады. Осылайша 2016-18 жылдары Наурызым ауданы қоғамдық кеңесінің төрағасы, 2018 жылдан бастап Рудный қаласының қоғамдық келісім кеңесінің төрағасы, оған қоса 2022 жылдан бастап Рудный қаласының белсенді ұзақ өмір сүру клубының басшысы ретінде есімі қаламызға танымал. Жаңбыршы Тұқатұлы бос уақытында өлкетану жұмыстарымен айналысып, балалық шағынан келе жатқан өлең жазу өнерін жалғастырып, күй тартып, ән айтып, көркем сөз шеберлігін шыңдап, қазақ тілін насихаттап, қыл қалам туындыларын газет беттеріне жариялап, облыстық, қалалық бата жарыстарының жүлдегері болып, көпшіліктің назарында жүр. Тынымсыз еңбегінің арқасында кейіпкеріміз ауыл шаруашылық саласының құрметті ардагері атағын иеленіп, Жомарт жүрек республикалық сыйлығының жеңімпазы атанып, көптеген алғыс хаттар мен мақтау қағаздарымен марапатталған. Жаңбыршы Тұқатұлы жұбайы Данагүл Жанахметқызы мен 4 ұл 4 қыз тәрбиелеп, олардан 12 немере сүйіп отыр. Бүгін қаламыздың ардақты ақсақалын кітапхана төріне шақырып, ашық әңгімеге тарттық. Қош келдіңіз аға, кітапханаға. Аға, сіздің өміріңіздің көп жылдарын еліміздің ауыл шаруашылық саласына арнадыңыз. Осы салада көп жылдар жұмыс істедіңіз. Осы саланың құрметті ардагері деген атағын алдыңыз. Бұндай мәртебеге жету көп адамға бұйыра бермейді. Осы мамандықты қалай таңдадыңыз? Жастар қазір ауылға, жалпы ауылға, осы салаға көп бара бермейді. Осы жөнінде не айтар едіңіз? Балаларыңыз, ұл қыздарыңыз сіздің жолыңызды қуды ма? Ассаламағалейкум, құрметті Кен қаланың тұрғындары. Еңбек жолына келетін болсақ, біз кешегі өткен әкелеріміздің, шешелеріміздің айтқан тіліне қарсы шықпаған адамдармыз. Сол ұрпақпыз. Менің еңбек жолымның осы ауыл шаруашылығына бірінші рет келуіме өзімнің әкем себепкер болды. 10 класты бітіргеннен кейін, мен сол 10 класты бітірмей тұрып, 13 жасынан бастап өлең жазған адаммын. Сол 10 класты бітіргенде Абай жолын дегеннен үлкен тақырып келіп, мен сол Абай жолын 28 ауыз өлеңмен жазып, 5-5 деген бағаны алғаннан кейін, менің қазақ әдебиеті, қазақ тілінен беретін Балахметов Ислам деген мұғалім, сіздің балаңыз журналистикаға барса дұрыс болар еді. Қазақтың арзан сөздерінен, маржан сөздерінен жақын деген әңгімелеп әкем айтты. Бірақ әкем ол кезде біздің балаларымыз мал маманы болады, мал маманы болып, ауылға келіп, ауылда жұмыс істейді деді. Сонымен сол нүкте солай қойылды. Содан кейін сол ауыл шаруашылық техникумына түстім. Одан кейін барып ауыл шаруашылық институтын бітірдік. Өмір бойы сол мал дәрігері, зоотехник деген жұмыстарды атқардық біраз жылдардай. Содан кейін сосын үлкен басшылық жұмыстарға ауыстық. Директор болдық, 3-4 хозяйствода, әкім болдық деген сияқты. Сонымен осы ауыл шаруашылық саласына келуіме әкем себепкер болды. Ал енді өзімнің жолымды қуған
ұлдарым мен қыздарым жоқ. Олар енді сол осы заманның талабы болу керек. Заңгерлікті, сосын экономический факультеттерге кішкене қарай көбірек ауысып кетті ғой. Сол кезде біздің балдарымыз көбі, менің өзі Құдай берген 4 ұлым бар еді, біреуі енді өмірден өтіп кетті. Бірақ солардың барлығының біреуі ғана музыка жағына ауысты. Әнші, домбырашы, күйші, ал қалған үшеуі де заңгер. Сондай жағдай. Ал жастарға ұсынар ма едіңіз осы салаға баруға? Әрине, қазір енді мынау бұраулы, бұрандалы бұлтың дүние, шытырманды, шиманды өмірде қазіргі қазақтың даласы, әсіресе қазақтың ауылдары ақырындап бос болып қалып жатыр. Бұл әркімнің қабырғасына батады, соның ішінде мені де қабырғама батады. Ауыл, қаланы асырайтын ауыл. Егер біз ауылдың барлығын теп-тегіс жауып тастайтын болсақ, малды кім асырайды? Сүт қайдан келеді, ет қайдан келеді? Бүкіл продукцияның барлығын бізге кім береді? Сол жағдайлардың барлығын ойластыра келген уақытында әрине мен жастарға айтар едім, ауыл шаруашылық саласына бару керек. Ауыл шаруашылық саласында осы зоотехник, ветеринарлық, жаңағы басқа да агрономдық жұмыстар бар. Соларды оқу керек, елді көтеру керек, елді бос қалдырмау керек. Енді бұл үлкен мәселе, бірақ соңғы уақыттарда үкіметте біздің президент тарапынан да үлкен көңіл бөлініп келе жатыр. Соған қуаныштымыз. Рахмет. Енді келесі сұрағымызға көшейік. Сіздің өнерге, әнге жақын екеніңізді білеміз. Қазір экранға назар аударсақ. Иман Жүсіптің әні, Қыпшақтың нар тұлғасы Иман Жүсіптің әні. Қуандықпен сүйіндіп жайылайды. 40 мың жылқы су шауғылайланбас, Нияздың аюлы дау қарайы гөлің айы. Сыртым бүтін болған мен құр денім сау, маған десем көз жасым жағы бар болжау. Түркеменің басы тау шыққан кезде, көзіме бір көрер жау, еребегі тауы. Қыран едім, құр болдым торғау түсіріп, шығар бедім аспаным-ау бір бөлін ұшып. Жүз қатына қымшақтың ұл тапса да, бір мұның майдау иманы жүсіп ай. Жүз қатына қымшақтың ұл тапса да, бір мұның майдау иманы жүсіп ай. Аға, ең алғашқы, енді мынау өлең айтумен қатар ақындығыңыз да бар. Осы ең алғашқы қаламыңыздан туған жұрт шумақтары қай жылдары шығып еді, қандай еді, сол туралы айтып берсеңіз, сосын жалпы поэзияда біреуге еліктедіңіз бе, сол жайлы айтсаңыз. Иә, бұл енді әркімнің әртүрлі өмір жолы бар ғой, бірақ менің сол осы өнер жолына келуіме, өлең айтуыма бірінші әкем, екінші сол Сулы деген жерде тұрдық, Наурызым деген совхоз болды, мынау қазір Наурызым ауданы ғой енді. Сонда біздің Доспаев Сахан деген ағамыз болды. Кезінде Совет Мұхановтармен қатар бірге оқыған, советский партийный школ дейді, Совет партиялық мектебін бітірген, ол кезде үлкен жоғары мектеп ол, оны ешкімнің қолынан келе бермейді. Сол кісі үлкен суырып салым ақын болды. Үйіміз біз бір үйде тұрдық, бір жағында ол кісілер тұрды, бір жағында біз тұрдық. Сондықтан ол кісі әрбір қонақ келген сайын, қонаққа барған сайын өзінің сол суырып салма ақындығымен көзге түсіп отыратындығын. Сол кісіге еліктеп өстік біз. Бала кезімізден сол ағамыз сияқты болсақ екен, осындай өлең жазсақ екен деген ой болып жүрді кішкентай кезімізден. 1966 жылы мен сол 13 жастамын, әкем мен шешем қатты ауырды. Содан енді әкемнің жалғыз қарындасы бар, Шөкен деген. Соны шақыруға тура келді.
сонда енді алдында өлең жазып жүрген адаммын ғой. Сонда ең бірінші өлең сол 1966 жылы туды. Ал енді мына Степняк деген совхоз бар. Сол Степняк совхозында жаңа Таздар деген рулар тұрады. Сол онда біз Наурызымда тұрамыз. Сонда сол жазған өлеңнің бір шумағы есімде қалды. Байболдың қызысың сен шөкен деген, Таздарға көп қонақ боп мекен деген. Жолтайдан жаңбырының хат жазғанда болмасын үй ішінде қабақ кірмек деп басталған өлең. Бұл сол 13 жасында басталды өлең. Содан бері қарай енді сол өлеңге жақындығымыз. Әкем өзі мынау қазақтың арзан сөзінен гөрі маржан сөзін өте жақсы көрді. Жұмыстан келген уақытында ол кезде Жұлдыз деген журнал, Қазақстан әйелдері, мәдениет және тұрмыс, Жалын деген журналдар болды. Соның бәрін біздің әкеміз жаздыртып алатындығын. Содан біз өсіп, 10 класты бітіріп, техникум бітіріп, ауыл шаруашылығын бітіріп, мал маманы болып ауылға келгенде әкеміздің маған істейтін шаруасы. Мынандай қылып тұрып, қалың қылып тұрып, жаңағы ел аузынан деген әңгімелерді қиып алады. 15-20-сын дайындап қояды. Келгеннен кейін тамақшы болғасын шақырып жанына отырғызып, сосын жаңағы қиындыларды маған береді. Мынаның 5-6-ын оқы, сосын маған қайтадан айтасың дейді. Жасырақтау кезіміз ғой енді. Қайтадан айта алмаймын әлгіні. Қайтадан оқытады. Сөйтіп мені сол кісі осы қазақтың құндылықтарына баулыды. Сөйтіп біз қазір енді сол әкеміздің арқасында, тәрбиенің арқасында, одан өзі адамның ортасы сондай жаңағы ақын жазушылар, өзі Жолтай деген руда әншілер мен күйшілер, ақындар көп болды. Сол кісілердің сол әншілікке, ақындыққа сол кісілер ең бірінші баулыған адамдар солар. Ел туралы, жер туралы, әке, ана туралы жазамыз. Осы енді бір сіздерге ана бәріміздің де анамыз бар ғой. Жердің де анасы бар, адамның да анасы бар. Ана деген дана жүректі жарған деген өлеңді жазғанбыз. Соны оқып берейін сіздерге. Салауатты, өмір салты, аналарсыз болмаған, бойыңызға қайрат жігер, аналарсыз қонбаған, үміт сенім, нәпсі ләззат махаббат, жетасылды иман қылып ана ғана сыйлаған, қанағатсыз ызақорлық, қызғаншақтық көре алмау, сараңдық пен кекшілдік бар, бөліп тағы бере алмау, міне осы жеті жаман бойыңызға тап болар, әлпеш деген болмас санаң сақтағыдай япырмау. Сондықтан да ана деген дана жүрек тоң жарған, хан мен кәкім патшалар да ана десе басырған, тылсым дүние дөңгеленген, атаныпты жер ана деген ардақты есім, бір тұтас боп жаралған. Аналардың ақ сүтінде ақ тауын біздерге, өтер әлі қыс пен көктем, жазы келіп күздерде, төрт мезгілде тіке жүріп теңселмесін аналар, тек осына шын жүректен мен тілеймін сіздерге. Міне осы аналарға арналған бір өлеңіміз. Мына жерде енді бағадан бері айтып отырмыз. Торғайдың қақпасы дейді, Наурызым деген елде туып өстік. Сол Наурызымда туғаныма мақтанам деген бір өлең жазғанмын, соны оқып берейін. Өзге елде өмір сүру жатмаған, Наурызымда туғаныма мақтанам, кіндігімнің қанатамған жеріме еркелеймін, көңіл толып шаттанам. Туған жерім ыстық маған әрқашан, туған жерге жыр жазамын, ән шашам. Ата-бабам жаратылған өлкені мекен етіп өмір сүру ол арман. Туған елдің туған тілі өшпесін, туған тілді ардақтамау елгесін. Қарамеңді Наурызымның жүрегі елге деп тойлап жатыр өлкесін деп жазған өлеңімізді елге арнаған. Міне осындай өлеңдер жазамыз. Осы өнерде бәйгеге түскен сәттеріңізді айтып берсеңіз. Өнерде енді бәйгеге түскен сәттеріміз осы ертеде жас кезімізде көркемөнерпаздар үйірмесі деген болды, өзіңіз білетін шығарсыз. Ол көркемөнерпаздардың мықтылығы сондай, біз сол совхоздан жаңағы жақсы өнер көрсеткен жеке нөмірде орындап жүрген орындайсың. Мен өзі күйші адам болдым, кезінде әнші адам болдым, жеке нөмірде әндер орындадым, күйлер тарттым. Содан біз ауданға баратынбыз, ауданнан облысқа баратынбыз, облыстан республика баратынбыз. Сол үлкен жас кезімізде сол үлкен сахналарда өлең айтып, талай-талай жаңағы марапаттамаларға ие болған жағдайымыз бар. Ал енді мысалы қалай айтсақ екен, өнердің бір несі, енді артынан осы бір сұраққа тағы да оралатын шығармыз. Өйткені осы сұрақтардың ішінде сол сұрақта бар деп есептеймін.
бір бата жарыс деген бар. Соған үлкен республикалық жарысқа барып, осы Қостанай облысынан мен жалғыз өзім барып соған қатыстым. Енді бұл үлкен бір дәрежедегі өткен үлкен бір жарыс болды. Сонда әркім өзінің сол 2-3 тақырыпта, бір тақырыпта қазақтың би сұлтандары кешегі өтіп өткен ақын жыраулары туралы айту керек болды. Солардың берген батасы. Екінші жаңағы өзіңнің өз ойыңнан қайсысына қарай көңіліңіз бұрады. Сол екінші тақырып кәдімгі өзіңнің таңдауың бойынша. Сонымен барып қатысып келген жағдайымыз бар. Құдайға шүкір, жеңімпаз болмағанмен кәдімгі жүлдегер атанып келдік. Өмірде әттеген-ай деген сәттеріңіз болды ма? Жалпы өмірдегі ұстанымыңыз қандай? Әрине, өмір болғаннан кейін әттеген-ай деген сәттер болмайды емес, бар ғой. Мен жас кезімде комсомол қызметінде жұмыс істедім. Мынау енді совет кеңесі уақытында комсомол мектебі деген мықты болды. Шынын айту керек, жастардың тәрбиесіне келген уақытында сол Москвада, Алматыда жоғарғы партия мектебі деген болды. Высшая партийная школа. Соның ішінде республиканская комсомольская школа дейді. Сол мектептен мен 2 рет өттім. Ол мектептің мықтылығы сен қалай отыруың керек, қалай сөйлеуің керек, аудиторияда отырғанда сен өзіңді қалай ұстауың керек, қалай билеуің керек, галстукты қалай байлауың керек. Тіпті енді ғаламат сол өмірге не керек, соның барлығын үйрететін сондай бір үлкен мықты институт болды деп айтуға болады. Соны бітіргеннен кейін ауыл шаруашылық маманы болып жұмыс істеп жүрдік қой енді. Содан кейін үлкен жұмыстарға шақырды мені. Жаңағы комсомол мектебіне, жоғары аудандарға шақырды. Өйткені сол кезде сол жоғарғы комсомол мектебін оқып бітіріп келген адамдардың саны аз болды. Сосын құзырлы органдарға да шақырды. Бірақ сол енді өзіміздің ауылда өскен адамбыз ғой, ауылды қимай, солардың айтқанына көнбей өз мамандығымда қалдым. Енді қазір әттеген-ай деп отырсыз. Иә, сол қазір емес, сол жас 35-40-қа келген уақытында сол кездегі менімен қатар жаңағы сол мектепті бітірген жігіттер комсомол мектебінен кейін, жаңағы құзырлы органдарда жұмыс істегеннен кейін өзінің жететін деңгейіне олар шынырақ менен бұрынырақ жетті көп адамдар. Сол кездерде азғантай әттеген-ай болды. Негізінде бірақ өмірге өкінбеймін ешқашанда. Сіз енді жазушы адамсыз ғой. Жазушы адам өз заман руханиятын қалыптастырады, ұлттық руханиятты биікке көтереді, өзі өмір сүріп жатқан заманның идеологиясын қалыптастырады. Енді мынау сіздің рухани жаңғырту жолында өлке танымдық іспен айналысуға не түрткі болды? Мынау енді тілеп түрленген заманда салт сананың танымы түсініп, дәстүр дағды өзгеріп, қазақи құндылықтардан жастар кішкене алшақтап кетті ғой. Оның үшін айту керек, қазақтың 2 заңғар ғалымы болған. Өзіңіз білесіз, Мұхтар Әуезов пен Әлкей Марғұлан деген кісі. Бұл 2 кісінің екеуі де бірмен-бір дос болған сондай, аң аулауға да, құс аулауға да бірге шығады екен. Сол бір отырыста Мұхтар Әуезов Әлкей Марғұланнан сұрапты: Әлеке, сен осы этнограф ғалым болғанмен кейде көптеген әртүрлі тақырыптарға қалам тартатының бар. Ертең өмірден біз шайтан емес, біз өмірден өтеміз ғой. Сонда біз кеткеннен кейін қандай жастар келе жатыр өмірге? Соған айтатын болжамыңыз бар ма дейді. Сонда Әлкей Марғұлан: апырмай мұқа, ауыр сұрақ айтуға тура келеді дейді. Енді сол болса да басталды ғой, енді сен айт дегенде сонда айтқан екен. Біліп тұрып бағаламайтын, жақын болып тұрып жағаламайтын, шаруаңды айтсаң шешпейтін, хат айтсаң кешпейтін, оссаң күйінетін, тоссаң сүйінетін жастар келеді деген екен. Бұл сол 60-шы жылдарға болған әңгіме. Сол енді біздің енді өзіміз, мынау қазақта сөз бар, қазақтың мақалдары көп қой енді. Сонда қазақта мынандай бір теңеу бар: 15 пен 20-да алаңсыз боз боласың дейді. 30-да жұлқынған боз жорғасың. 40-та тойдан той қуасың. 50-де бірде той, бірде ой қуасың. 60 пен 70-те жұрт тыңдайтын ақылсың. 80-де таңдайға біткен тақылсың. 90-да о дүниенің есігін қағатын тақылсың дейді.
енді адамзат тарихындағы мынау үлкен бір қанды қасиеттің бірі, ол туған елдің тарихы мен туған жердің тарихын білмеуден басталады. Жаңа өзің айтқандай, жастар қазір мынау газет журналдарды көп оқымайды. Газет журналдарды көп оқымағаннан кейін елдің тарихына олар шорқақ болады. Оны біз өзіміз, мен енді сол өлең жазып жүргеннен кейін, сөздің арзаннан гөрі маржаннан теріп жүргеннен кейін, Наурыздың өңірінде жүрген уақытында бізді сол көп келген жерлерге шақырды. Сонда мектепті аралап, басқа құзырлы органдардың ішінде де болып, жастардың қазіргі сол 15 пен 20, 35 пен 40-тағы жастардың өзі қазақ тіліне келген уақытта шорқақ. Қазақ тіліне шорқақ болған адам, яғни ол қазақ елінің тарихын білмейді деген сөз. Ол өзінің аумағының тарихын білмейді деген сөз. Сондықтан сол олқылықты толтырудың есебінде сол өлкетану өңір жұмысына мен келгенім сол. Бұл енді мен өзім Наурыздың өңірін сол әулиелер мекені деп айтқан адаммын, ол туралы өлеңдер жазған адаммын. Әлі айтатын нелер көп, әулиелер туралы деректер көп. Бірақ негізгі екеуі туралы айтатын әңгіме осы. Бұлар қазір ол Қоян Әжеміздің басында үлкен үй салынған, сырттан келетін 300, осы енді қазақтың 300-нен бәрі келеді десек өтірік айтпаймыз. Тіпті орыстар да, Украинадан, белорустар да келіп басына қонады. Үркебай атамыздың басына да әдемі үй салынды, жақсы үй салынды. Тамақ істейтін жері бар, жататын жерлері бар. Оларға да сол өзіммен бірнеше рет Наурызымда 5-6 жыл тұрдым. Атамыздың басына сол баратын жолдың барлығын қырғызып дұрыстаған адамның бірімін. Текті ата, ару ананың бүгінгі көзі тірі ұрпақтары, ата, әже рухын қастерлеп, басына кесене орнатып, құлпытас тұрғызып, үй салып, азаматқа тән, өнегелі де, жан сүйсінерлік, өрелі ісімен ерекшеленуде. Наурызымда қаншама әулие әмбелер жатыр. Соларды қашан туды, олар қалай туды, оларда қандай қасиет болды деп жастардан сұрағанда, жастардың көбі білмейді әлгіні. Сондықтан сол өлкетану жұмысына араласып, қасиетті жерлердің барлығына барып, өзіміз ғана бармай, мектептің балаларын соңымыздан ертіп алып барып, сол арада сол кісілердің қадір қасиетін айтып, жердің қасиетін айтып, Наурызым деген жер қашан болды, сол 1727 жылдары Ақтабан шорындының уақытында кешегі Шақшақ Жәнібек деген бабамыз бен Қарабалуан деген кісілер, Наурызым жерінде Қосан, Досан деген кісілер, Мешітбай деген кісілер, сонау Қаратаудан осы жаққа арғынның балаларын ертіп алып келген екен. Наурызым деген жер негізінде сол бұрында Ноғай деген халық жайлаған Наурызымда. Бірақ сол ана жақтан неден Қаратаудан ұлы көш келе жатыр дегеннен кейін сол Қаймыққан болу керек қазақ халқынан, сонда Қаптау дейді қазіргі Кавказға, сол жаққа қоныс аударып көшіп кеткен. Солардың осындай тарихи жағдайлардың барлығын білу үшін әрбір елдің жерін, көлдің аты, жердің аты, солардың барлығын сол арадағы өзіміздің жастардың құлағында қалу үшін, жалпы Қазақстанға біразғантай ғана бір көмегіміз тисін деген ниетпен өлкетану жұмысына келгеніміз сол. Мынау сіздің қоғамдық белсенділігіңіз биыл қаламызда ашылған белсенді ұзақ өмір сүру клубына басшылық етуіңізден де көрініп тұр. Осы клубтың жұмысы жайлы қысқаша айтып кетсеңіз. Иә, бұл қарттар қамқорлығы орталығы дейді. Біз солай ат қойдық. Клуб активный долголетие деп орысшалағанда солай болады. Бұл осы жылдың басынан бастап осы жаңағы 30 дейді ғой тендер. Соны сол жарияланды, содан кейін соған біз дайындардық. Әр жерден оңтүстік жағынан да сол енді тендерға араласқан адамдар болды. Бірақ сол енді біз жергілікті халық болғаннан, жергілікті тұрғылықты тұрғын болғаннан кейін біздің өзіміздің отыратын орнымыз, жаңағы істейтін жасаған жоспарларымыздың барлығы жақсы болды да, біз сол тендерді ұттық. Негізінде жұмыс май айынан басталды. Бұл жұмыстың негізгі өзінің несі, мынау ел осы Рудный Кен қаласында отырған, біз Кен қаласында 127 мың халық бар екен, бір статистика бойынша. Соның енді бір 35-40 мыңға жақыны сол кәдімгі ардагерлер. Сол ардагерлердің ішінен
жаңағы біз аяқпен жүре алатын азаматтармен ақылдасып, бәрімен сөйлесіп, жаңағы осы қарттар клубына келуге үгіттедік. Бұл енді біз қарттар клубында бірнеше спектр жұмыс істейді. Біріншісі жаңағы суға жүзу. Екіншісі фитнес дейді. Тренажерный зал бар. Содан кейін компьютерный курс бар. Одан кейін футбол бар. Одан кейін бильярдымыз бар. Шашқы, шахмат дегендер. Осылардың барлығына жаңағы биылғы жылдан бастап біз бірнеше ақсақалдар мен әжелерімізді осы курстардан өткіздік. Бәрі тегін ба? Бәрі үкімет тарапынан. Бұл енді социальный заказ дейді ғой, тапсырма. Бұның енді ең басында Рудный қаласының әкімдігі тұр. Одан кейін осы біздің әлеуметтік еңбекті қорғау саласындағы Скоридина Елена Вадимовна деген азаматша осы жұмысты қозғаушы. Содан кейін осы ардагерлер кеңесі бар, Бексейітов Сәлімгерей Сұлтанғазиевич. Осы кісілердің тікелей араласуыменен осы жұмыс басталды. Сондықтан осы жұмыс басталған уақытында осы жұмысқа жетекшілік жасауға маған ұсыныс болды. Содан біз жарайды деп құбалып, одан кейін осы 3 адам біздің штатымызға кіретін болды. Мен сол жетекші есебінде, сосын Сүймекова Рысбеке Қасымқызы деген азаматша бар осында. Осы бүкіл Рудныйға, Қостанай облысына, тіпті республикаға танымал, біраз жылдар мұғалім ұстаздық құрған кісі. Одан кейін осы Рудный қалалық газет бөлімін басқарды. Одан кейін әйелдер гендерный политикамен айналысты. Осы айтқан уақытында жан-жақты үлкен тәжірибелі кісі. Сол кісі консультант болып кірді. Одан кейін Ботагөз Амировна деген мұғаліміміз бар. Сонымен енді не керек, бұл жұмыс үлкен бір жақсы жұмыс болды деп айтуға болады. Үйде отырып қалған ақсақалдардың барлығын біз шақырып алып, басын бір жерге қосып, олардың бірмен бір кездесуі, бірін бір көрмеген адам бірін бір құшақтауы, ретро-площадка деген біз 4-5 рет жасадық. Мынау ашық алаңда, далада, жаңа 60-шы, 70-шы, 80-шы жылдарда ұмытылып кеткен өлеңдерді, осы біздің дер кезіміздегі, бала кезіміздегі өлеңдердің барлығын солардың өздерін айтқызып, сосын әншілерге айтқызып, кең далада, жаңа паркте үлкен ән, би, кәдімгі тамаша не болды. Бірақ қарап отырсақ, біздің қазақтың әжелері мен аталары бара қоймайды ғой деймін, иә, біздің енді ең өкініштісі сонда. Осы бізде енді көшелерде отырған азаматтарға, тіпті болмағаннан кейін мен тіпті базардың ішіне кіріп тұрып, әрбір жасы келді-ау деген кісілермен жеке-жеке сөйлескен кездерім болды. Айтып түсіндірдім. Осындай мінекей қарттар қамқорлығы орталығы ашылды. Үкіметтен 10 миллион теңге ақша бөлінді. Осылардың барлығы сіздерге суға түсесіздер ме? Жаңағы фитнеске барасыздар ма? Скандинавский жүріс дейді, ходьба, оған барасыздар ма? Компьютерге барасыздар ма? Футболға барасыз ба? Бильярд, бәрі тегін ғой, тегін. Осыған келіңіз деп соған келмейді ғой. Бұл енді біздің ата-бабамыздан қалған шамасы бір менталитеттің әрбір жетіспеушілігі деп ойлаймын. Қаншама айтсаң да, бірақ бар дегенменен жоқ емес арасында. Сол жаңағы келіп, мысалы бильярдқа келіп жүрген 5-6 ақсақалымыз бар. Сосын мына футболға да келіп жүрген ақсақалдар бар. Арасында бірақ жаңа өзіңіз айтқандай біздің қара көздеріміз азырақтау. Енді биыл бірінші жылсыз ғой, естіп, көріп, кейін бара жатар енді. Әрине, жақында Қостанайға осы бойынша бізді Қостанай Қазақстанмен Алау теле арнайымен шақырды. Сонда арнайы сұхбат беріп, солар өздері таңғалып отыр. Бүкіл Қостанай облысында осындай қарттар клубы деген әлі еш жерде ашылмаған. Қостанайдың өзінде бір жерде бар дейді, бірақ сол әлі біз дұрыс тікелей байланыс орнатқан жоқпыз. Бірақ жаңағы директорлардың айтуы бойынша аға мұндай жұмыс әлі еш жерде басталған жоқ. Бізге сол үлкен рахматын айтып жатыр. Сол біз арқылы, жаңа берілген интервью арқылы енді бүкіл облысқа жариялайтын боламыз. Газет бетінде, радио бетінде, телевизияда айтатын боламыз деп жаңағы өздері үлкен бір рахматын айтты. Аға,
сіздің бар болмысыңыздан, ұлттық киімге деген сүйіспеншілігіңізден, тілге жанашырлығыңыздан, қоғамның дамуына бейжай қарамауыңыздан, бүкіл істеріңізден еліміздің нағыз патриотының бейнесі көрінеді. Осы мен келісесіз бе? Әрине, енді мен сол әлеуметтей бір таза осы ғаламат патриоттық деп айта алмаймын, бірақ келісем. Өйткені қазақи құндылықтарды, өмірдің салт санасын, әдет ғұрпын сақтап, соны дәріптеп, келешек болашақ ұрпаққа сол азғантай болса да тамшының суындай қылып жеткізсек деп жүрген азаматпыз. Иншалла, әрине келісуге болады. Аға, сіздің есіміңіз қаламызға Батагөй ақсақал ретінде өте танымал. Бата сайыстардың жүлдегері болып жүрсіз, алдында жоғарыда айтып кеттіңіз, ол жайлы сайысқа қатысқаны жайлы айттыңыз. Батада үлкен қасиет, үлгі өнеге, салт дәстүрімізбен үлкенді сыйлаудың нышаны бар. Осы батаның мәтінін өзіңіз жазасыз ба, жалпы бата дәстүрі жайлы не айтар едіңіз? Ол манада айтылып кетті ғой енді. Бата жарыс, бата деген бұл өзі ол тәлім тәрбиелік мәні бар қасиет сөз, жаңа өзі айтқандай. Батаның құдіретіне келетін болсақ, ол ата бабамыз бұл үрдісті үлкен бір шуақты қасиетті дүниеде қабылдаған. Бұл бата деген түркі халықтарының бәрінде де бар. Мысалы біз қазағымызда, қырғызымызда, жаңағы Алтайда, Тувада, Ойғырда біреулері алғыс, біреулері алқыш, алғыш деп неше түрлі бар. Сол батаны басқа жерлерде бізден басқа біздің туысқан жаңағы түрік халықтарында алғыс деп айтады. Енді қазақта көптеген мақалдар бар, қарғыс алма алғыс ал дейді. Бата сөздің анасы дейді. Баталы ер арымас, баталы ер арымас, батасыз ер жарымас деген қазақтың сөздері бар. Енді бата деген жаттау ол кешегі біздің қазақтың қанына сіңген ауыз әдебиетінен бері келе жатыр. Енді бізде жазба әдебиеттің шоқ кезінде біздің халқымыздың, ұлтымыздың мықтылығы сол кешегі ақын жыраулардың айтқан сөздерін құйма құлақ біздің жастарымыз сол уақытында қабылдап жатқа айтатын болған. Ал енді бір айта кететін жағдай, мысалы, ұлы тұлғаларымызға келетін болсақ, мысалы, Абай өмірге қалай келген. Соның бір несінде батаның құдіретін айта кетейін. Құнанбай бабамыздың жары Абайдың анасы Ұлжан деген анамыз дүниеде болған ғой. Сол кісі қатты ауырған, тіпті емі табылмаған, күдерді үзіле бастаған. Құдайдың құдіретімен сол үйге бір ілімпаз, мәрт мінезді, қасиеті дарыған Нұрбек деген би келген екен. Құнанбайдың үйіне. Қасиетті кісі болған ғой. Ана кісінің Ұлжанның ауырып отырғанын көріп, ай, Сұлтекем-ай, мынау келін бір қасиетті батаға жерге екен деп айтты дейді. Батаға. Бұл қасиетті батаны беретін сыр бойында жаңа Ханбас батырдың тұқымы Ырсымбет деген балуан бар. Соған барсаңыз жақсы болар еді деген екен. Сонымен сонау Семейден анау сыр бойына тартқан ғой Құнанбай. Енді сұлтан кісі астында ол кезде жаңа лаумен жүреді екен. Қазіргідей машина жоқ. Ал лау деген сөз әрбір 100 шақырым сайын 2 атты кәдімгі таможня сияқты дайындап отырады екен. Шаршаған 2 аттыға жерге тастайды да, ары қарай жаңа тырғып тұрған 2 аттымен барға. Сонымен сыр бойына келіп, анау енді Ырсымбет балуан да жай адам емес, қасиетті адам. Бұлардың келетінін біліп, сол күтіп жүреді. Келгеннен кейін Қуаты тек тұқымы Ағашыр би Мырзабай кешегі Батагөйдің баласысың ғой, саған арнайы келген жағдайым бар, сенің әкең батпан баталарын бүкіл алаш жұртына беріп еді, соның бір азғантай пұты ғана маған дайын ма деп Алладан сұрап келген жағдайым бар деген екен Құнанбай. Сонда Ырсымбет, ай сұлтан, расында да келін мына қасиетті батаға жеріп көп келген екен, қолын жайсын деген екен.
соған қолын жайып, жаңағы келінімнен сүзіп келген көз аулақ, түртіп келген тіл аулақ, жерік болып жерінсең ішкен асың ем болсын, алты алаштың асылы болар, алтын алтықтай ұл берсін, ойы асыл, ұраны әділ, өр болсын деп бата берген екен. Міне содан кейін келіп, Ұлжан деген шешеміз жаңағы екі қабат болып, содан мінекей Ибрахим мен Абай туған. Батаның құдіреті сонда. Бата. Мысалы, әулиелердің басына барып жатады, соларға барып, сол әулиенің батасын алайын деп, соның басына барып қонып жатады. Сол әулиенің басына алып баратын, мен өзім талай әулиенің басына алып барған адамына жүр ғой, қазір ютубта менің өлкетану жұмысын көрсеткен. Соларға мысалы кейбір адамдар ауырып келеді, кейбір адамдардың баласы болмайды өмірде, кейбір адамдардың жолы ашылмайды. Солардың барлығына барғаннан кейін кәдімгі Аллаға сиынып дұғасын қылып, әулиенің басына барғанда әулиеге табыну емес. Әңгіме бірінші тілекті Алладан сұрау керек. Содан кейін барып, сол Алла Тағала өзіне ерекше қасиет берген, сосын әулиеден артынан барып, Алладан кейін барып әулиеге, Алла Тағала, бірінші Алла Тағала өзіңе, екінші мынау қасиетті әулие бабамыздың басына келген, желеу келгеннен кейін мына сұраған сұрағымызды, тілеген тілегімізді, қылған ғибадатымызды Алла қабыл ете көр деп, сол ана кісіге батаңызды бересіз. Содан кейін мінекей бала көрмегендер бала туып, ауырып келгендер ауруынан жазылып жатады. Батаның құдіреті сосы, бұл бата деген алғыс. Алғыс алған адам ол жаман болмайды, оның жолы қашанда ашық болады. Алғыс алуға тырысу керек. Батамен елге береді. Батамен елге көрер деген сол. Негізі өзіңіз батаның мәтінін жазасыз ба, әлде жаттайсыз ба? Кезінде батаның, мен өзі жазба ақын болғаннан кейін батаның да мәтінін жазамын өзім. Сосын жаңағы кейбір арнаулы тілектер, солардың барлығын мен өзім жазған өлеңімнің саны қазір 450-500-ге жақындады. Алла осы келесі жылы 70-ге келеміз деп отырмыз. Құдай біледі. Енді балаларға дайындап жатырмын, бір кітап дайындап жатырмыз. Сол сұрайын дегенде мен мақсатыңыз бар ма сондай кітап енді шығады, Алла қосса. Сол енді тақырыптар, әртүрлі тақырыптағы жазылған өлеңдер, жаңа 13 жазмыстан деп айттық қой, өлеңді жазуымыз. Өлеңдер, баталар, баталар да бар, өлеңдер де бар, толып отырған тақырыпқа жазылған кәдімгі статья, қара сөзбен жазылған көптеген статьялар бар. Дін туралы, балалар туралы, қазақтың құндылықтары туралы жазылған менің көптеген мақалаларым бар. Солардың бәрі сол кітаптың ішіне иншалла кіретін болады деп ойлаймын. Өлкетанудық жұмысыңызды да сол кітапқа кіргізесіз? Иншалла. Өлкетану жұмысында кіргіземіз. Өйткені ол қазақтың мына өсіп келе жатқан болашаққа оның беретін тәлім тәрбиесі мәні өте зор. Сол балалар сол елін білсін, жерін білсін, тарихын білсін, шежіресін білсін деген үлкен бір адамның ойындағы үлкен бір не ғой. Сол жастарға осы жетістік деген бір адамның өзінің тілегі. Сондай тілекпен өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар. Арманыңыз орындалды. Енді аға, мынау сұхбатымызды аяқтай отырып сізден бір бата сұрасақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сабырлы қалпың болсын, қадірлейтін салпың болсын. Өзіңді де сөзіңді құрметтейтін халқың болсын. Маңдайдан бақ кетпесін, таңдайдан ақ кетпесін. Дастархан берекелі болсын, өмірлерің мерекелі болсын. Алла Тағала тұздей тұздықты қырдай қуатты қылсын, 101 жаладан 1001 пәледен сақтасын. Көгілдір аспанның үстіне өрмесін, патшамызға тауфиқ берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, ғұмырды бақытты өмір сүруді Алла нәсіп етсін. Аллаху акбар. Батаңыз қабыл болсын аға. Бүгін терең мағыналы, қызықты да пайдалы сұхбат болды деп ойлаймын. Сізге рахмет. Деніңіз сау болсын, қаламыңыздың сиясы кеппесін, жастарға өнеге болып, қаламыздың мәртебесін көтере беріңіз. Амин. Алла Тағала көгілдір аспанның үстіне өртпесін, патшамызға тауфиқ берсін. Мінекей сайлау келе жатыр. Сол сайлауда бір адамдай бәріміз жұмылып сайлауда жақсы даусымызды берейік. Алла Тағала осы сұрапыл соғыстан сақтасын. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болып, қашанда жақсылықта кездесуді Алла нәсіп етсін. Мен шақырғандарыңызға осындай интервьюге шақырып қазақтың салт санасын, әдет ғұрпын білетін бір ақсақалдың бірі деп шақырғандарыңызға мыңда бір рахмат, құрлы бақытты болыңыздар. Еңбектеріңізге табыс тілеймін. Кітапхананың барлық еңбеккерлеріне ғұмырлы бақытты болуды Алла нәсіп етсін.